мына жерде бағалық балдық жүйені қоясыздар. 5, мысалы 5 бұл жерде 3 болып қалады. Максимум бал 10. Егер 11 дейтін болсаңыздар, мына жерде уже не болады? Бізде қойылмайды. Баға тану мүмкін емес дейді. Өйткені біз 10 баллық жүйені қойғанмын бұл жерде. 10 балға дейін бағалау жүйесін көрсетеді екенбіз. Так, мысалы Акмал 5, 5 балдық. Егер тапсырманы балдық жүйемен қоятын болсаңыздар. Так, осыған түсініктеме бересіз. Түсініктеме не жақсы, немесе дайындал, жұмыс жаса деген секілді қоя беруімізге болады екен. Ал енді осы қойған бағаларды журнал бетіне өтіп көруімізге болады. Қарасаңыздар, мен жаңа қойған болатынмын формативті бағалауды. Қатысу, мына қысы деген қашықтық сабақ болып танылады. Мына формальды бағаларымыз қою керек. Ал енді сіздерге біз осы 90 соңында БЖБ, ТЖБ аламыз. 1 сағаттық пәндер бір ғана БЖБ алады, 2 сағаттық пәндер 2 БЖБ немесе 3 БЖБ алып, яғни 90-дық жиынтық баға қорытады. Ал енді мына жоғарыдағы нені стрелканы бассаңыздар, 1 БЖБ қосуымызға болады. Программа не жасайды? Қарасаңыздар, мына жерде балдық жүйенің максималды балын сұрайды. Формальды баға плюс қосылады сіздердің БЖБ-ларыңызға. Қорытынды шығады осы 90 бойынша. Жалпы назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Осы қолданыстарды қарап, өз тәжірибелеріңізді жасап көрсеңіздер болады. Күнделік кезетте біршама өзгерістер бар. Танысып, жақсылап көріп алыңыздар.